Бәріңізге сәлем, сіздермен бірге мен Диана, менің арнама қош келдіңіздер. Менің арнама тіркеліп, лайк басып және де комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Бүгін өте ерекше, өте әдемі көрінетін кешкі асты бірге дайындайық. Менімен бірге соңына дейін болыңыздар. Жасалу жолы өте оңай болып келеді. Ал бастайық. Барлық керекті заттар описанияда жазылған, міндетті түрде оқып шығыңыздар. Ең алдымен картобымыздың сыртын ашып, жуып тазалап, оны осындай кескіштің көмегімен видеодағыдай кесіп аламыз. Осылай жіңішке кішірек етіп кесіп алсаңыздар болады. Егер де бұндай кескіш болмаса, кәдімгі пышақтың көмегімен де осылай кесіп алыңыздар. Ал енді келесі бізде етті өз қалауларыңыз бойынша алсаңыздар болады. Менде бұл жерде сиырдың еті. Бұған кез келген ет жарай береді. Яғни тауықтың еті, немесе қойдың еті, немесе басқа да ет түрлерін қолдансаңыз болады. Етімізді ұзынша және де жұқалап етіп турап аламыз. Дәл видеода көрсетілгендей. Ал енді көріп тұрғандарыңыздай қазанымызға көбірек май құйып, ең алдымен картобымызды саламыз және де оны жақсылап тұрып қызарғанша қуырып аламыз. Қуырып және де іші пісуі керек. Осылай қайта-қайта араластырып тұрсаңыздар болады. Міне бізде осылай картобымыз қызарып пісті. Енді оны жеке ыдысқа салып қоямыз. Ал енді осылай майымыз қалғанға келесі біз етімізді де қуырып, қатты қызарғанша қуырып аламыз. Жақсылап тұрып араластырып отырыңыздар. Бізде осылай қуырылуы керек. Және де қуырып болған соң етімізді алып, артық майын жеке ыдысқа құйып аламыз. Ал енді ыдысымызға қайтадан етімізді салып, оның үстіне келесі пиязымызды турап аламыз. Енді пиязды етіміздің үстіне салып, араластырып қуырамыз. Етіміз бен пиязымыз қуырылғанша біз басқа да көкөністерімізді турап дайындап аламыз. Бұл жерде бізде сәбізді осындай кескіштің көмегімен ирек етіп турап аламыз. Және де болгар бұрышында сәл үлкенірек етіп турап аламыз. Және де өз қалауларыңыз бойынша қызанақты да қосуға болады. Оны да осылай турап аламыз видеода еткендей. Ал енді етіміз бен пиязымыз қуырылды. Оның үстіне сәбізімізді салып, 2 қасықтай томат пастасын саламыз. Және де қайнаған судан сәл кішкене құйып, бетін жауып, 20 минуттай бұқтырып аламыз. Сәл бұқтырылғаннан кейін үстіне болгар бұрышы мен қызанағымызды саламыз. Және де жақсылап тұрып араластырып, үстіне тағы да сәл су құямыз. Қайнаған су болуы керек. Және де дәміне қарай дәмдеуіштер қосамыз. Менде бұл жерде етім тұздалған болғандықтан көп қоспадым. Сәл тұз қосып, өз қалаған дәмдеуіштеріңізді қоссаңыздар болады. Ал енді бұл тағамның бір ерекшелігі, осындай дайын тұрған тапа нанды қосамыз. Оны 6 бөлікке бөлеміз. Осылай бет жағын төмен қаратып саламыз. Және де бетін жауып 20-25 минуттай баяу отта бұқтырып аламыз. Бізге нанға сорпасы сіңетін болады. Ал енді тамағымызды стөлге қоюға дайындаймыз. Ол үшін ең алдымен қуырып алған картоптарымызды саламыз. Әдемілеп тұрып. Және де шетіне біз жаңағы тапа нанымызды әдемілеп тұрып салып шығамыз.
Ал енді тапананы салып болғаннан кейін үстіне подливамызды құямыз, осылай әдемілеп тұрып, және де сорпасында көбірек құюды ұмытпаңыздар, сонда одан сайын әдемі болады. Ал әсемдік үшін кез келген көк жуаны турап қойсаңыздар болады. Сіздермен бірге болған мен Диана. Сіздерге ас болсын. Егер де рецептін ұнаса, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Келесі видеоларда кездескенше сау, саламатта болыңыздар.